Саламатсыздар ма? Мен Саялы Ықшам ауданынан атым Төребаева Арда. Біздің данный момент жаңа аудан болғандықтан қазір біздерге бірінші очередь балаларымызды мектепке алып бару жағдайы. 122-ші маршрутты жүргізіп қойды, бірақ деген біздерге мүлдем келмейді ол. Жаңағы біздер частный автобусный развоздан керек жоқ. Біздерге жаңағы тіркейтін болсаңыздар, автобусный парктың автобусын берсеңіздер екен дейміз. Түсте барғанға, таңертеңге барғанға ол устраивает данный момент. Бірақ деген қайтар кезде екі магистральды трассадан өтеді балалар. Одан кейін бақтың жағасында ағаштар өсіп тұрған жер, мына жағы су. Ағаштың арасынан өтеді, сағат 9-дарға таман келеді балалар. Сол жаяу келе жатқан кезде бірдеңке болып қалды ма деп қорқамыз біріншіден. Екіншіден, біздің су жағдайымыз, су 3 күннен кейін беріледі деген. Әлі күнге дейін суымыз берілген жоқ. Соны айтайын деп едім. Одан кейінгі біздің үйіміз қазір данный момент алдық, құдайға тәуба енді. Рахмет сіздерге де, ол сіздердің де арқаларыңыз ғой. Бірақ деген сол үйдің бірде-бір құжаты жоқ бізде. Оны біздің үйіміз бе, әлде үйіміз емес па, соны білмейміз. Соған хотя бы біздерге бір қолымызға ордер берсеңіз екен деп сұраймыз. Одан кейінгі ешкімнің пропискасы жоқ, 72 жанұя деп айтып жатсыздар жаңа. 72 жанұяның жартысында прописка жоқ десек те болады. Хотя бы біздерге временный болса да прописка берсеңіздер. Социальный помощь жаңағы балаларға пособие деген, соларды оформлять ете алмай жатырмыз. Өзіміз судан зардап шегіп, ана жаққа барып, енді жағдайымыз жақсарады ма деген кезде біз әлі күнге дейін осындай тұрмыстық неге құжат қажетті болып жатырмыз. Соны сізге құлағыңызға жеткізейін деп едім. Рахмет. Сіздің мына маршрут автобус бойынша қазір 3 мезгіл ғана кіріп жатыр. Бұл қазір нарықтың кезі, бәрі мынау жеке фирмалар тендерге қатысады. Бұл кейіндер мерен көп іздеді. Жоқ па? Сондықтан сіздерге шығып жатырмыз. Бізге осылай түсіндіріп жатыр бұл кісілер. Бірақ коммуналдық қазір қала бойынша коммуналдық жұмыс жасалып жатыр, коммуналдық жаңа маршруттар ашылады деп, автобустар алынады. Сол кезде қоямыз, әзірге 3 рет береді дедіңіздер. 3 рет беріп тұр ма? Таңертең түсте кіреді, кеште балалар шаға жаяу келеді. Жаңбырда да, таңертең де, кешке де. Арыздарыңыз осы жақындағана қарастырылған. Осыдан бір 2-3 апта ғана уақыт болды. Содан кейін біз жаңа соған бекіттік. Оны заң жүзде біз вообще тендер өткізіп барып, одан кейін жүргізушіге беруіміз керек. Енді сіздердің жағдайларыңызды ескере отырып, сондықтан біз тездеттік пока до проведения тендера деп оған бердік. Қазір 122-ші маршрут артқан өтіп жатыр. Біз білмейміз, ол жаңа 70-80 үйден үйдер, қанша пассажир шығады. Мысалы 7-ден 8-ге дейін, 8-ден 9-ға дейін, әрі қарай дегендей. Біз оған пассажир потокты білуіміз керек. Әдісі бізге оның бәрі белгісіз. Жаңа сіз айтқандай, кедергі болып тұр сонда сіздерге? Жоқ, ешқандай кедергі жоқ, қазір аппаратқа жүріп жатыр. Енді 2 рет дейді, сіздер бізге 3 рет өте бергенсіздер. 2 рет емес, 3 рет жүріп жатыр, таңертең түсте кеште. Енді Құдай болса, ақында біз қоса береміз. Терминалменен графикпенен жүргізіңіздер сіздер. Олай болмайтын болса, ол болмайды ғой. Мен жаңағы мына қазір сіздер шатаспаңыздар, мына транспорт жөнінде қояды, соңғы жаңа сұрақтарды жазып алып, мен соның жауабын берем, адамдар тұрғызамыз. Онда сізбен біздің Асанов деген орынбасарым бар, тағы да жұмыс жасап көрейік. Көбейтуге мүмкіншілік бар ма? Жақсы мүмкіншілік бар әрине. Қанша рет келгіз аласыз? Мен аты жөнімді айтайын біріншіден. Жасалов Серік Молдабекұлы, қалалық коммуналдық мемлекеттік тасымалдау, жолаушы тасымалдау кәсіпорнында бөлім бастығы болып істейді. Аты жөнін жазып алыңыздар, 394-35-85 деген телефон. Осы телефон арқылы хабарласыңыздар. Қажымұрат Қамқұлы осында ма екен? Мүшеліктен адамдар бар ма? Строительство. Мына судың жағдайы қалай айтасыздар? Микрофон берді. Қазір болып отырған шешім судың прескасы ғана қалды. Бәрі жүргізілген, бәрі дайын. Отпечаткасын өткізіп, бәрі дайындап қойғанбыз, қосу ғана қалды.
қосамыз. Мен сіздермен келісем, басында бір айда қосамыз деген қосалмады енді оны. Бірақ қаражаттың бәрі бөлінген, жұмыс жасап жатырмыз. Содан кейін сіздерге айттық, біз есік алдарыңызға шығарып берген водоканалмен келісім шартты өздеріңіз жасайсыздар. Су болады, мен уәде беремін әкім ретінде жасалып жатыр, қаражат бөлінген. Содан кейін әлі заңды документтеріңізді қолдарыңызға алған жоқсыздар, оны да мойындаймыз. Оған қазір сапасыз салынған үйлерге шығып жатыр. Олар міне Гаскінің адамдары отыр, бізге салған мекеме әлі акты өткізіп берген жоқ. Тендерін өткен айда ғана біраз қаражаттарын алған, келесі нелерін осы шешіп береді, ол келесілер аласыздар. Содан кейін бұл үйлерде жаңағы келісім шартпен, жаңағы құрылыс мекемесі, капитальное строительство управлениемен, басқармамен келісім шартқа отырасыздар. Біздің бақылауымызда қазір бірінші бізге өткізіп беру керек, осыны өткіземей жатыр. Анада біз акты жасадық, біраз жаңа сылақтары түскен үйлер бар екен, бәріне акты жасадық, оның бәрін біз қабылдамаймыз, оны көп жасап бермей қабылдамаймыз. Сондықтан сіздерге берілді, заңды құжаттарыңызды аласыздар. Оның кейін жаңа прописка, уақытша прописка деп жатырсыздар. Көп азаматтар осында бізде жалпы 27.600 мына частный сектор үйлер бар. Осының 10 мыңға жуығы бізде тіркелмеген үйлер. Өйткені бәрінің жері заңды да көбінің. Жаңағы арнайы заң. Үйлерін заңдастырмаған, үйлер саманды үйлер. Содан кейін үйін заңдастырмағаннан кейін бұл адамдар пропискада жоқ, жаңағы әлеуметтік көмекті ала алмайды. Бұл жөнінде жаңағы Алматы қаласының әкімі Ахметжан Смағұлов тікелей тапсырма беріп, біздің юстицияға тапсырды Алматы қаласының. Біз мына әлі әкімшілікте өзіміздің балансымызға алып жатырмыз қазір. Тендерлар өтсе, осыны алсақ, осы жерге біз уақытша прописка регистрация жасайтын болдық. Бұрын да бұл 7-8 жыл бұрын жасалған іс екен, содан кейін заңсыз деп жабылған, бірақ пропискасыз адамдардың регистрациясыз өте ыңғайлы. Кімнің жерінің актісі бар, осы жердің тұрғыны ма? Сіз үйін заңдастырғанша осы әкімшілікке прописка қаламыз. Осы қазанның 15-і ма 20-сы ма қазанның аяғында бітсе, ары прописка қаламыз. Хабарлама береміз. Міне сұрақтарыңыз, үш сұраққа осындай жауап.